Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Бүгінгі менің бейнеролигім 1916 жылы қорланып жатқан қазақ үшін атқа қонып, ел бастаған данышпан батыр туралы болмақ. Ол батырдың есімі Әли Батыр. Өкінішке орай, Әли Батырдың есімі қазақ тарихына әлі де еңбей, кезінде Совет үкіметі дәріптеп кеткен Амангелді Батырдың көлеңкесінде қалып отыр. Ендеше осы бейнероликті аяғына дейін көріп, қолдан келгенше таратуға шақырамын. Себебі қазақ халқы Әли Батыр секілді қаһарман тұлға туралы міндетті түрде білуге тиіс. Сонымен Әли Батыр дегеніміз кім? Ең басында айта кететін жай, осы бейнероликті маған негізінен Жандарбек Қарабасов деген ағамыз аманаттаған еді. Және де тек аманаттап қана қоймай, Әли Батыр туралы барынша мәліметтерді беруге тырысты. Сондықтан да менің осы бейнеролигім негізінен Жандарбек Қарабасов ағамыз бен Үміткен Бүркітбаев апайымыз жазған Әли Батыр кітабынан алынып отыр. Ал ендеше бісміллә деп бастайық. 1916 жылы Ресей патшасы 2 Николайдың қазақтарды тылдық жұмысқа тарту жөніндегі жарлығы шықты. Осы жарлыққа сәйкес 19-43 жас аралығындағы қазақтың ер азаматтары әскери қара жұмысқа алынатын болды. Сол кезде біртіндеп күллі қазақ даласында халықтың наразылығы бұрқ ете түсті. Кезінде кеңес тарихшылары, ал бүгін мәңгүрт тарихшылар халықтың наразылығын осы жарлықпен түсіндіргісі келеді. Алайда бұл үлкен қателік, тіпті қазақ тарихына жасалып отырған қастандық десем де болады. Себебі осы теория арқылы қазақтар тек өздерін қара жұмысқа тартылуына қарсы болды деп көрсетіп, халықтың санасын төмендетуге тырысады. Бірақ шын мәнінде 1916 жылы қазақ жігіттері қазақтың күннен күнге түп тамырымен орыстың боданы болып жатқанына, соның арқасында ата-бабасынан қалған ең асыл мұра кең байтақ даладан айырылып бара жатқанына қарсылық танытып атқа қонды. Яғни 1916 жылғы көтерілістің басты себептері орыстандыру саясаты мен қазақтың ең шырайлы жерлерін орыс переселендеріне тарату болды. Ал патша жарлығы тек сылтау рөлін атқарып, әбден қажыған халықтың бір сәтте бұрқ ете қалуына алып келді. Және де осы 1916 жылғы көтерілісті қазақтың ең беделді, ең танымал, ең батыл, ең білімді азаматтары басқарып шықты. Сондықтан да уақыт өте келе осы азаматтар тіпті қазақтың тәуелсіз мемлекетін қайта қалпына келтіру ұранында көтерді. Себебі бұл азаматтар қазақ даласы Ресейдің боданы болып қала берген жағдайда орыстандыру мен переселен саясаты тоқтамайтынын жетік түсінді. Міне осындай керемет азаматтардың бірі Әли Нұрғожаұлы. 1916 жылдың 8 шілдесінде үлкен Саз жайлауында патша үкіметімен күресуге бел буып, соғыс жүргізіп жатқан патшаның әскеріне адам бермейміз, бөтен жерде зорлық қорлықпен қаза болғанша өз топырағымызды жастанып, өлгеніміз артық деген шешімді қабылдап, қол жинауға бел буғандардың бірі осы Әли Нұрғожаұлы болды. Әрине осы жиынға Әли Нұрғожаұлының қатысқаны бекерден бекер емес еді. 1872 жылы Верный уезі Ырғайты болысының нөмір 6 ауылында дүниеге келген Әли Жетісу қазақтарының арасында атағы кеңінен таралған әулеттің өкілі болды. Арғы атасы Дулаттың жанысынан тараған Жандос мерген жоңғар басқыншыларына қарсы соғыста жауына дес бермейтін батыр болған. Әлидің өз әкесі Нұрғожа болса, әділдігімен күллі Қордай мен Ырғайты болысына танылған керемет би еді. Нұрғожа бидің ұлы Әли жастайынан хат таныған, көзі ашық, көкірегі ояу, ұйымдастырушы қабілеті зор, өткір мінезді, біреуге есесін жібермейтін ер жүрек жігіт болып өсіп, кейін батыр атанады. Ал уақыт келе жас жігіт ел билігіне де тартылып, әкесі секілді би атағына да ие болады. Міне, Ырғайты мен Қордай еліндегі қазақтарды жинап, көтеріліске басшылық еткен Әли тегіннен тегін адам емес еді. Сондықтан да үлкен Саз жиынынан кейін Әли Батыр өзінің сенімді жігіттерін ауыл-ауылға жіберіп хабар бергенде, оның қасына жүздеген жігіттер бір уақытта топтаса кетті.
Осы кезде айта кететін жай, Әли Батырдың айналасына жинақталған сарбаздардың арасында қазақтың керемет ақыны Кенен Әзірбаев та болды. Әли Батырдың ерлігін өз көзімен көрген Кенен ақын кейін Батырға арнап Әли Батыр дастанын жазып кеткен. Қордайдан Әли шықты ат ойнатып, жалынды жас жүрегіне кек қайнатып, соңынан ерді елдің боз баласы жауынан кек алуға оқ бойлатып. Қалың ел қарсы болды өре тұрып, бермейміз баламызды тұра тұрып, тізімді мөрменен тартып алып, жіберді болысының өзін ұрып. Қолының астына жиналған сарбаздарды Әли Батыр ата дәстүрмен жүз-жүзге бөліп, оның басшылығына Қырғызбай, Майсап, Әлжан, Нүсіпбай секілді ер жүрек серіктерін тағайындады. Осындай ұйымдастырудың арқасында алғашында қазақ жігіттерін менсінбеген орыс әскері бірнеше сәтсіздікке ұшырайды. Мысалы, Жетісу облысының генерал-губернаторы Фольбаумның жедел хатында Әли Батырдың жігіттері басқа батырлардың жасақтарымен бірлесе отырып, Самсы бекетін қоршап алып, пошта станциясын өртеп, Пішпек Верныйды байланыстыратын телеграф сымдарын қиып, Отар учаскесінің приставы Гилевтің отрядын быт-шыт қылдырып талқандайды. Ал 1916 жылдың тамыз айында Әли Батырдың сарбаздары Отар мен Қордай арасын байланыстыратын телеграф сымдарын үзіп, бағаналарын талқандап жібереді. Жалпы 1916 жылы Әли Батырдың сарбаздары Ырғайты, Матыбұлақ, Отар, Қопа, Ақтерек, Самсы, Қордай секілді аймақтарды толықтай өз қарамағында ұстады десек те көп етпейді. Әрине, Әли Батырдың мұндай әрекеттері патшалық үкіметке ұнамады, және бұл жағдай патшалық әскердің Қырғыз жеріне өтуіне қауіп төндіріп тұрды. Сондықтан да патшалық Ресей әкімшілігі дереу Жетісудағы көтерілісті басып тастауға шешім қабылдайды. Мысалы, осы Жетісу облысының көтерілісшілеріне қарсы 2 полк, 1 атты батарея, 35 пулемет роталары, 24 отряд, 240 барлаушы, 16 зеңбірек, 47 пулемет жіберілді. Әрине, мұздай қаруланған бұл әскерге нашар қаруланған қазақ сарбаздары қарсы тұра алмады. Ақыры 1916 жылы қазан айына қарай Жетісудағы көтеріліс толығымен басылды. Сол кезде Әли Батыр Қырғыз жеріне қашып кетіп, сол жақтағы тау үңгірінде жасырынып жүруге мәжбүр болады. Сол қара үңгірде амалсыздықтың күйін кешіп жатқан Батыр тасқа арабша келесі өлең жолдарын жазып кеткен екен. Ат басы ер басымен қайда қалмас, ер жігіт ел үшін қайда бармас, үй қылып қараңгүрде 2 ай жаттым, куә бол кейін келге нән қаратас. Үңгірде күңір ентем зар еленіп, жаралы арыстандай ыңыранып. Алайда Қырғыз тауында Әли Батыр ұзақ уақыт жасырына алмады. Себебі оған артта қалған елден патшаның жазалаушы отрядтары ауылыңды быт-шытын шығарып, әйелің мен ініңді ұстап алып кетті деген хабар жетті. Сол кезде туған туыстарының азапталғанын қаламаған Батыр 1916 жылдың қазан айында өзі келіп орыстарға беріледі. Алайда бұл үлкен қателік болды. Себебі сол уақытта Батырдың әйелі мен інісі көптеген азапқа шыдамай қаза болған еді. Ұсталған Әли Батырды Верный түрмесіне қамап, әрине оны азаптап, қинап, сұрақ жүргізе бастайды. Бірақ ешбір азапқа қарамастан Әли Батыр ешкімді сатпай, барлық жауапкершілікті өз мойнына алуға тырысады. Мысалы, Абақтының табалдырығын аттаған кезде Әли Батыр мына өлең шумақтарын айтып тұрып кірген екен. Ақ сүті анамыздың піскен емес, күнәміз таудан үлкен кішкен емес, күнәміз таудан үлкен тастан қатты, бір Алла рақым қылса ештеңе емес. Ақыры бірнеше айға созылған қинаулардан кейін Әли Батыр және оның 12 серігі ату жазасына кесіледі. Сол кездің өзінде Әли Батыр қасындағы жігіттердің рухын көтеріп жұбату мақсатында қалтасынан қойдың бір асығын алып шығады да, бізді сақтаушы Құдай бар, ал мыналар былшылдай береді. Егер мына асық оңақайынан түссе, онда бәрі жақсы болады деп асығын иіріп лақтырып қалады. Әрине, жастайынан ауылда асық ойнап өскен Әлиге асықты өзіне керектей оңақайынан түсіру қиын болмады.
Сол кезде қасындағы жігіттер Құдай бұйырса аман қаламыз деп бір марқайып қуанып қалады. Тек Әли батыр ғана үндемей күлімсіреп отыра береді. Бірақ ертеңінде Әли батыр мен оның жігіттері шынында да түрмеден босатылады. Себебі ертеңінде патшалық Ресей империясы құлап, билікке уақытша үкімет келген екен. Алайда Әли батырдың көтеріліс кезінде алған жарақаттары, үңгірді мекендеген кездегі суық, түрмеде көрген азабы оның денсаулығына өте қатты әсерін тигізіп, 1919 жылы Әли батыр қайтыс болады. Міне, Жетісудағы 1916 жылғы көтерілісті басқарған батырдың бірі болған Әли өмірін осылай аяқтайды. Ең өкініштісі, Әли батырдың есімі әлі күнге дейін керекті деңгейде дәріптелмей отыр. Бірақ менің ойымша, Әли батырдың есімі елді мекендердің көшелеріне беріліп, батырға үлкен ескерткіш қойылып, оның аруағына бағышталған үлкен ас берілетін уақыт әлі де келер. Себебі қазақ Әли батыр секілді өзінің батырларын ұлықтамай насихаттамаса, ертең өзге елдің батырының құрбанына айналуы әбден мүмкін. Сондықтан да Әли батыр секілді батырдың есімдерін қазақ халқы ешқашан ұмытпау керек.